шыр етіп дүние есігін ашқан сәттен бастап-ақ адамдар өз жолын таңдап алғандай болады. Алишева Мереке Жылқайдарқызы сондай жанның бірі. Қарақұм ауылының қызы орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы педагогикалық институтта білім алып, туған жеріне оралғанда бір ғана мақсаты болды: балаларға білім беру. Бұл жай таңдау емес, ғұмырлық серт, адами миссия еді. Студент кезінде де ол уақытын бос өткізбеді. Домбыра ансамблінің мүшесі ретінде сахнаға шығып, институт өміріне белсене атсалысты. Алматының атаулы мектептерінің біріне мұғалім боп орналасу мүмкіндігі болса да, туған өлкесіне оралып, қызмет етуді жөн көрді. Химия пәні мұғалімі ретінде еңбек жолын бастаған ол үшін сабақ беру тек формула үйрету емес, адам тәрбиелеу болды. Сынып жетекші ретінде 1974, 1979, 1983 жылғы түлектерге қанат бітірді. Олардың балалық қызықтарын да, қуанышын да бөлісті. Үздік сынып жетекші атағы оның бейресми атаққа айналған ізгілігінің ресми растауы ғана еді. Ұстаздың білімін өз бойына сіңірген шәкірттері қаншама десеңізші. Химия пән таңдап, грант иегері әрі алтын белгі иегері атанған түлектері Гүлдана, Гүлжайна, Мұхансерік Мерей, Арғынова Мерей, Амангелді қызы Айсара, Бауыржан, Қуанар, Бақытбек қызы Қуантқан сынды шәкірттерін мақтанышпен атап өтуге болады. Ұстаздық ешқашан аяқталмайтын мамандық, өнеге үлгімен жалғаса береді. Мереке апай мектеп директорының орынбасары болды, кәсіподақ төрайымы болды, байқауларда жүлде алды. Бірақ бәрінен де маңыздысы, ол әр оқушысының болашағына жеке жауапкершілікпен қарады. Тәрбиелеген оқушылары аудандық, облыстық олимпиадаларда жүлделі орындар иеленгенде, оның жүрегі шәкірттермен бірге толқыды, бірге қуанды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан азамат ретінде Қазақстан патриоты медалін алуы бұл оның ұстаздықтан да биік тұрған ұлтжандылығының белгісі. Ұрпақ тәрбиесі жолында еткен еңбегінің өлшеусіз екендігіне дәлел мемлекеттік наградалар. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі төсбелгісі, кәсіподақтың төсбелгісі, Қазақстан патриоты медалі бұлардың әр қайсысы ерен еңбегінің нәтижесі. 40 жыл. Санап шыққанда бір ұрпақтың бүкіл балалық шағы. Сол жылдар ішінде Мереке апайдың қолынан өткен 100 деген бала бүгінде дәрігер, ұстаз, инженер, кәсіпкер боп өз ізін қалдыруда. Мұғалімнің ұлылығы осында. Ол өзі емес, шәкірттері арқылы мәңгі жасайды. 1989 жылы отау тіккен ол 4 баланың анасы. Бүгінде балалары кәсіпкер, инженер, ұстаз, психолог, педагог боп өсіп, өз жолдарын тауып алды. 6 немересі бар. Яғни ол мектепте ғана емес, өз отбасында да бір толық ұрпақты өмірге дайындады. Зейнетке шығар шақта артына қарап, мен өз ғұмырымды дұрыс жұмсадым деп айтуға толық хақысы бар. Себебі ұстаздық бұл тек мамандық емес, жанын берген адамға ғана нұр шашатын қасиетті жол. Мереке Жылқайдарқызы ұстаздықты кәсіп емес, ғұмыр деп таныған тұлға.